Құрметті көрермендер, бұл бірге таңдаймыз бағдарламасы. Біз тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бала тәрбиесіне уақыт таба алмай жүрген ер азаматтарымыз үшін пайдалы кеңес, пайдалы дене жаттығулары өте сирек кездесетіні және табылғанның өзінде бағасы удай қымбат бұл жаттығу түрін бізге тегін үйретуге әзір жаттықтырушымыз келіп отыр екен. Фитнес жаттықтырушысы Руслан Байталов. Сәлеметсіз бе? Студиямызға қош келдіңіз. Және 5 айлық, 4 айлық қызымен келіп отырған әкеміз Хакім Асхат. Қызыңыздың есімі Латифа, я? Солай ғой? Дәнім сол, бірінші қызыңыз ба, әлде екінші? Бірінші қызым. Бірінші қызыңыз? Ал сіз қанша болсындай, Руслан, жаттықтырушымен қанша болды айналысып жүргеніңізге? 7 жыл болыпты. 7 жыл болып қалды, я. Қыздармен көбінесе жаңадай босанған аналармен айналысасыз, әлде көбінесе ер азаматпен айналысасыздар ма? Әйел адамдармен айналысам. Спорт жөнінде. Босанған кезінде. Арықтау үшін, салмақтан тез арылу үшін. Ал мына жерде енді қазір алдымызда келіп отырған қонақ Хакім, я? Көбінесе баламен отырған кезде қыз келіншектері үйде жеңгелеріміз жаңағы тамақ дайындап жатады. Сонда баламен ойнап жүріп, ұстап жүріп, қандай жаттығулар жасауға болады? Әртүрлі жаттығу жасауға болады. Аяқтың бос шеттеріне, іштің бос шеттеріне, қолдың бос шеттеріне жаттығу жасауға болады балалармен. Кірісеміз бе, жігіттер? Кірісейік. Сіз енді Латифаны абайлаңыз. Ал? Бірінші қандай жаттығудан жасаймыз? Ең біріншіден, мысалына баланы ұстап жүрсеңіздер, кухня жанында, тамақ дайындағанша. Құрметті көрермендер, көріп алыңыздар, үйдегі кәдімгі жас әке болсын, тіпті көп балалы әке болсын, кішкентай балаңызды құшақтап, бұсайынан құшақтап жүріп, ойнатып жүріп, әрі балаға қызық, өзіңізге қызық, тәрбиелеп бағасыз, және кішкентай бала, соны көріп өскен бала ертең қайталайтын болады, қалай ойлайсыз? Өзім де солай ойлаймын. Спортпен айналысатын. Жаттығу жасап тұрасыз ба үйде Латифамен? Қандай жаттығуларды жасайсыз? Жаттығумен жасап көрген жоқпын енді. Біздің бағдарламадан кейін. Жақсы, түсінікті. Олай болса, бастайық, жігіттер. Ал, мысалына қараңыз. Мен баланы доп емес, мен де балаңыз. Доп лақтырайын деп отырсыз ба? Жоқ, лақтырмаймын. Көрсетемін. Доп ретінде мен баланы ұстап тұрайын. Отырып тұру, баланы көтеру деген жаттығу істейік. Отырасыздар да, отырыңыз. Жоғары көтеріп, баланы кішкене ойнатып, балада қызық болады, қайтадан отырасыз да. Көтересіз. Кішкене жақындырақ ұстайсыз өзіңізге. Иә. Осыған отырып, көтеру. Бір 10 рет отырып істесеңіз, 3 мәртеден аяқ бұлшықтары өте жақсы жаттығуға салады. Иә, осыны істедіңіз. Одан кейін, мысалы, ол бірінші жаттығу. Ары қарай, іштің бұлшық етіне отырыңыз. Мен сияқты. Бұл енді іші шыққан жігіттерге де көмектеседі ме? Іштің майын кетіреді ме? Ол бүкілуге керек. Барлық қыздарға да жігіттерге де. Осылай баланы ұстайсыз да қайтадан, кішкене ойнатып, әрі-бері оң жаққа және сол жаққа баланы қоямыз. Оң жаққа, және сол жаққа. Латифаға да ұнап жатыр ғой деп ойлаймын. Ұнайды, әрине. Иә. Тәуді. Сонда ол қандай неге көмектеседі? Ішке және қолға көмектеседі? Және иықтың мышцаларына көмектеседі. Қанша рет жасау керек оны? 20 рет істесеңіз, 3 мәртеден. 20 рет? Иә, 20 рет, 3 мәртеден. Және іштің бұлшықтары қатты сезінеді. Көмектесетін болады, және арықтауға көмектеседі. Ал бала қанша жасқа дейін жасса болады? Бір жастағы баланың салмағы да ауырлау болады. Килограммы қанша болу керек баланың? Баланың 5 килограмм, 10 килограммға дейін көтеруге болады. 10 килограммға дейін көтеріп алсақ болады. Тұрыңыз енді. Бұл енді спорт залда арнайы ақшаны беріп, гантель ұстап, болмаса үлкен-үлкен құралдарды алып, былай көтеріп жатады. Ал оның орнына кішкентай бөпемізді, өз баламызды ұстаймыз да жаттығуды жасаймыз. Солай ғой? Солай. Үшінші қандай жаттығу? Үшінші жаттығу. Баланы ұстап, қолдың бицепс деген неңіз бар. Мышцы соны жаттығу жасаймыз. Көтереміз да, осылай түсіреміз. Жігіттер үйреніп алыңыздар. Міне бізге Руслан үйретіп жатыр. Балаға да қызық, әне күліп отыр. Тағы да. Осылай 15-20 рет істесеңіздер, өте пайдалы. Одан қарай тағы да бір жаттығу қосып, жоғары көтерсеңіз баланы. Осылай түсіресіз да қайтадан. Қанша рет жасау керек бұлай? Осыны 15 рет істесеңіз. 3 реттен ба? 3 рет, 3 мәртеден 15. 15 рет. Сол кезде бұл рет сезінеді қатты. Осылай. Ал санайық, сіз жасаңызшы, Хакім. 15 рет. Қазір маған қаратың. Өзіңіз қаратып істеңіз. Папасына қарап, күліп, Латифа да жаттығуды жасасын.
4 айлық бөпе бізге келіп отыр. Және біздің Ал, студиямыз кішкене Енді. суықтау болғаннан кейін біздің Бір. Латифаны қазір жаттығу жасап, оның да денесі Түсіреміз да, қызатын болады. қайтадан. Көтереміз де. 2. 2, Тағы да. 3. 3. Тағы да. Яғни Төрт. төменге осы айнан бейт барып көтеріп тұрамыз. 4. Тағы да. Түсінікті. 5. Осы айнан бір арасына сүйіп қойсаңыз. 6. Қалай қолын бұл шеттері сезіп тұрсыз ба? Сезіледі, Енді ұстаңыз балаңызды. Қуан деп тұр ой деймін, шашап қалайыз. Тағы да бір жаттығу істеуге болады. Оны өте маңызды жаттығу. Қандай жаттығу? Баланы осылай ұстайсыз да, оң жаққа және де сол жаққа қаратай. Тұрып оны жасайсыз, Тұрып жасайсыз. Ол жамбастың бұл шеттеріне өте пайдалы жаттығу. Сіздің артыңыз жағына петличка дейді, сол түсіп бара жатыр екен, сіз бөпені ұстай тұрайын, сіз жөндеп алыңыз. Дәл осылай баламен жұмыс істеуге болады. Ал қыз балаларға қалай жасаса болады? Мысалға, қолынан ұстап тұру қиындау болады ғой. Ал ер азаматтар сияқты күшіміз аздау. Сонда қалай барсы? Көрсетейін. Мысалы, Міне, бұлай ұстап отырып. ұстап тұрасыздар да. Төмен түсесіз да. Қайтып көтерілесіз. Яғни бұлайынан жаңағыдай төмен бастап. Ыңғайлы ма? Сізге мен көрсетейін одан да, мен көрсетейін. Енді құрмет көрермендер, кішкене 2-3 күн болды аяғымда ауыртып алған жайым бар. Сондықтан міне биік өкшені де киіп жүрген жоқпын. Кеше бәрі күліп жатыр, аяғына неге ботинка киіп алған деп. Сіздер де абайлап жүріңіздер. Алла бұйыртса, бір аптадан кейін жазылып кетем деген ойдамын. Хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап көрейік. Алло, сәлематсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Сәлематсыз ба, тыңдап тұрмыз сізді? Мынау баламен жасап жатырған жаттығуға байланысты сұрағым бар еді. Иә, айтсаңыз болады? Осы баланы көтеріп жасап жатыр, бірыңғай мынау қолтығынан ұстап. Осы балаға зиян емес па қолтығына және кеудесіне қолы батып кетпей ма кісінің? Үлкен рахмет сұрағыңызға. Кішкентай баланың қолтығына батып, ауыртпай ма дейді, зиян емес па дейді. Қалай Жоқ, енді сіз оны... Арнайы маман келіп отыр қазір енді. Оны ұстағанда сіз бір әрі еткенде бір 30 секунд, 40 секунд кететін шығар. Ол уақытта түк те болмайды балаға. Яғни балаға да массаж жасап жатады ғой, балаға да жаттығу болады деп ойлаймын. Ақын ұстайсыз да. 30-40 секунд одан кейін қолын аласыз да, ем аласыз. Иә, айта кетейін, біздің Латифаға жаңағыдай ауыртпашылық түссе, жылайтын еді ғой. Папасы енді біліп отыр ғой. Яғни, демек, біздің Латифаға да ұнап жатыр деген ойдамын. Ал енді тағы да қандай жаттығуға кірісеміз? Жаңағыдай бұлшық етті көрсеттік, аяқты осайына көтеріп тұрып, қыз балаларға осылай құшақтап тұрып жасасақ болады. Кейін тағы да? Тағы да, ең маңызды ол тағы да іштің бұлшық етіне Ішті кетірекші. Иә, соны. Тағы да отырасыздар да. Отырыңыз. Ер азаматтарда да осы проблемамен кездесіп жатады. Тамақты көп жеп қойып жатады, іші шығып кетіп жатады. Сондықтан бөпелеріңізді ұстап алып, әдемі болып, осылайынан жаттығу жасасаңыз болады. Сізге қиын болмаса, жатасыз да, баланы ұстап, қайтып көтересіз. Бұл енді бұрын кішкене самолет, вертолет деп бөпені ойнайтын еді ғой, сол сияқты, иә? Балаға да қызық болады, көріңіз, ыңғайлы болса. Осылайынан. Немесе болса, ішіңізге отырғызып аласыз да баланы, отырғызып, солайда көңілді болып басын ұстап, осылайынан істеуге болады, осылайынан. Іштің бұлшық етіне өте пайдалы жаттығу. Осылай, және де егер де қиын болса, кейбірлерде енді кісілерде болады ғой, үлкен қарынмен онда жаттығу істей алмайды. Оны не істейді онда? Оны баланы ұстайды да, тек қана кішкене көтереді да, жатады. Көтеріп, жатады. Қайтадан жату керек, иә? Қанша рет жасау керек бұны? 20. 20 рет, 3 реттен жасаса жеткілікті. Оның үстіне көбінесе қазір таңертеңнен кешке дейін қалада енді жұмыспен жүреді, балаларын көп көрмей жатады. Сондықтан үйге келген кезде тамақты жай ғана ішіп, біз бағана смузи жасаған болатынбыз. Соны ғана ішіп, сосын баласын құшақтап отырып, ойнап отырып, бір жарты сағат жасау керек па, әлде 20 минут жасау керек па? Бір 20 минут жасау. 20 минут осы жаттығуды жасасаңыз, тіпті балаңызбен де ойнайсыз, соған да жақынырақ түсесіз, және өзіңізге де пайдалы, әрі балаңызға да пайдасы өте зор. Бүгін жасап біздің видеоға жіберсеңіздер болады, құрметті көрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Біздің телефон нөміріміз 55 37 76, хабарлассаңыздар болады.